Сәлем баршаңызға. Мен сіздермен бүгін жаңа жылдың дастарханына арналған осындай керемет рецепттермен бөліскім келеді. Ол көкөністерден жасалған канапе, грузинский салат, өте керемет салат. Және мынадай авторлық рецепттен шығатын салат. Міндетті түрде қайталап көрсеңіздер, бұл салатты дастархандарыңыздан түсірмейтін боласыздар. Келесі пирог, бұл өрік вареньесінен жасалынады. Және барлығы сұрап жатқан керемет торт, бұл қызыл мақпалды торт. Одан кейін жемістерден жасалынатын канапе, барлығы тез әрі оңай жасалынады. Бұл жерде тек қана торт кішкене ұзақ уақыт алатын. Жалпы дастарханға 4-2 адамға минимум жасауға болады деп ойлаймын. Торттан бастайтын болсақ, 350 грамм ұн, 40 грамм какао, 10 грамм разрыхлитель және 5 граммнан сода және тұзды араластырамыз. 300 мл айранға қызыл бояғыш қосып араластырдым. 100 грамм бөлме температурасында тұрған сары майға 300 грамм қант қосып, және 3 жұмыртқаны кезек-кезектен қосып, көтерілгенше жақсылап араластырамыз. Құрғақ заттарды қосамыз. Айранды қосу қажет. Тағы да араластыру қажет болады. 100 мл сұйық май. «22 сантиметрлі формада 3 бөлікке бөліп пісіріп аламыз. 170 градус 18 минут. Оған дейін крем дайындаймын. Ол үшін 120 грамм клейгей, 33%, оған 50 грамм қант пудрасын қосамын. Және осылай көтерілгенше жақсылап араластыру қажет. Оған 300 грамм сливочный сыр қостым, тағы да жақсылап араластырамыз. Коржик дайын болды. Енді коржиктің үстін кесіп түзуледім. Және осының ішіне дайын кремімізді құйып, тортымызды жинай берсек болады. Жан жағын түзулеу қажет. Торттың сыртын түзулеу үшін бізге крем қажет. Ол үшін 180 грамм сары майды жақсылап миксерледім. Және оған 150 грамм қант пудрасын қостым. Оған 350 грамм сливочный сыр қосамыз. Әрине тағы да қызыл бояғыш қосып, тағы да араластырдым. Тортымызды жинаймыз. Және 2 сағатқа, 1 сағатқа тоңазытқышқа қойып қою керек болады. Ары қарай әдемілеу, әсемдеу әркімнің өзінің идеясы. Мен ақ шоколадты ерітіп, осындай ағып тұрғандай келтірдім. Подтеки дейміз ғой. Және бетіне жақтым. Қалғандарын осындай қарлармен әдемілеп жабыстырдым. Гүл жасадым. Және кокосовый стружкамен аяқ жақтарына септім. Қардың үстінде тұрғандай, және үстіне септім. Үстіне қар жауғандай болып көріну үшін. Және соңында рафаэлло қолдандым. Іші өте дәмді, өте нәзік, жұмсақ болып шығады. Сол себепті міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Келесі ол бізде пирог. Бұл өрік вареньесінен дайындалған пирог. Бұл пирогтың жалпы рецепті мен ссылка қалдырам, болмаса жоғары жақта рекомендацияда тұрады. Бұны ең жақсы жері тоңазытқышқа қамырды салып қойсаңыз болады. Мен сияқты міне 2 апта тұрған қамыр алдым. Оларды жақсылап осылай оқтаумен жайып аласыз. Форманың жан жағын майлап аласыз. Және сала саласыз. Ешқандай қиындығы жоқ, өте жеңіл, өте керемет бір жағынан. Себебі кез келген қонақ келіп қалған жағдайда тез тоңазытқыштан шығара саласыз да, осылай пирогты дайындай саласыз. Үстіне кез келген вареньені қоссаңыз болады. Ол өрік болсын, слива болсын, құлпынай болсын. Және оның үстіне орехтар қоссаңыз да тағы да әдемі шығады.
Келесі бізде дастарханда өте әдемі көрінетін және өте жеңіл канапе. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен маслины болмаса оливки, моцарелла болмаса сыр, 4-5 турау керек. Жұқа да емес және қалың да емес. Помидор черри, оны 2-ге бөлеміз. Және қиярды да тағы да 2-ге бөліп тураймыз. Және бізге кез келген шаңышқы қажет. Ал енді жинайтын болсақ, ең алдымен маслины салынады. Одан кейін помидор черри, моцарелла және қиярды саламыз. Тура солай қайталай бересіз. Өте жеңіл, бірақ өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жеңіл дайындалатын салат келесі, бірақ өте керемет дәмді. Міндетті түрде қайталайсыздар, ол 100%-ға сенімдімін. Бұл салаттың дәмін беріп тұратын ең негізі тунец болып табылады. Енді оның қазақшасын мен толық білмеймін, сол себепті тунец болып қала берсін. Бізге жасыл пияз, кукуруза және мына жерде 3 қана жұмыртқа қажет болады. Және чипсы. Барлығын ұсақтап турайды. Және жұмыртқаны да 4-5 ұсақтап турайсыз. Бұл жерде турайтын осы 2 зат қана, қалғандарын сала саласыз. Банка тунецті ашасыз. Оның ішіндегі сұйықтықтың жартысын төгіп тастау қажет. Және міне осылай әдемдеп қоясыз. Чипсыды ұсақтау керек. Оны да жағына қоямыз. Және ортасына майонез қоямыз. Дастарханға осылай әдемлеп қоя бересіз, бірақ дастарханға қонақтар отырғаннан кейін барлығын араластыру керек болады. Келесі салатта өте жеңіл, бұл майонезсіз дайындалады. Сол себепті дастарханда тіптен тез кетіп қалатын салаттардың бірі. Ол үшін бізге қызыл пияз, петрушка, кинза және орташа аштылықтағы бұрыш, 2 сарымсақ және ет қажет, және қызыл фасоль керек болады. Қызыл пиязды жартысын бөліп, ортасынан осылай тураймыз, оның өзін тағы да жартыға бөлеміз. Пиязды да тураймыз. Негізі етті қолмен осылай жасасаңыз болады, болмаса пышақпен ұзын қып, жіңішке қып турау керек болады. Екі сарымсақ, қызыл фасоль, тұз, қара бұрыш және зәйтүн майы. Соңында 2 қасық яблочный уксус. Жақсылап араластырыңыз
және бұл дастарханға қояр алдында 1-2 сағат тұра тұрғаны дұрыс. Келесі бұл жеміс жидектерін дайындалатын канапе. Өте жеңіл дайындалады. Бізге қажетті жүзім, банан, киви, апельсин, мандарин, алма, жалпы қандай жеміс жидек бар, соны қолдансаңыз болады. Және әрине шанышқы қажет. Алдымен барлығын жақсылап турап аламыз. Кез келген ретте жинасаңыз болады, бірақ ең бастысы банан астында тұрғаны жақсы, себебі ол түзу ұстап тұрады. Бірақ бұл канапені дастарханға берер алдында бір 15 минут бұрын жасаған дұрыс, себебі банан қарайып кетеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қалай шықты? Комментарийға пікірлеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келе жатқан жаңа жыл мейрам құтты болсын.